Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз отбасылық групптар. Оқу мақсаты әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Енді тыңдап болсаңыздар оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Ән мәтініндегі мына сөз қолданыстарын қос жазба күнделігіне салып, түсіндіріңіздер. Әуелі сөз қолданысынан үзінді көрсетейік. Дүниенің шымылдығын ән саптырып ашатын, қызығында қайғысында ән күйменен бөліскен, бөліп жеген бір үзім нан көжесінде бөлішкен. Берілген үш жолдың түсініктемесін кестенің екінші жағына толтырамыз. Енді оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер. Сәбиді бесікке салудың денсаулыққа, тазалыққа пайдасы жайында мәтін құрастырыңыздар. Құрастырған мәтіндеріңіз 10-15 сөйлемді қамтуы қажет.